Бүгінгі күнде Шымкент қаласы полиция департаментінің бастығы Ералы Мысалыұлы Жұмаханбетов ағамыздың бастамасымен өз қамқорлығына алып 4-ші балалар үйінің тәрбиеленушілеріне көптеген қамқорлық жасауда. Енді бүгінгі күні Еңбекші аудандық полиция басқармасының жеке құрамының қайырымдылық іс-шараларының арқасында мына бізге балаларға карантиннің кезінде қажетті көптеген заттарды әкеліп отыр. Балалар үйінің әкімшілігінің және тәрбиеленушілердің атынан сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді бұған дейінгі уақытта көптеген көмектер көрсетілді. Атап айтар болсақ, жаңа жылдық, наурыздық, мерекелік іс-шараларда кеңінен дастархан жайып, бірге көңіл көтеріп, Ералы Мысалыұлының өзі бастап келіп, полиция департаментінің қызметкерлері, жеке құрамдары келіп, көптеген көмек көрсетілуде. Сол кісіге және сол кісінің қарамағында жұмыс жасап жатқан барлық полиция қызметкерлеріне алғысымызды білдіреміз. Бүгін осындай тамаша күнде келіп, бізге жақсылық жасап келгеніңізге шексіз алғысымызды білдіреміз. Бізге жасаған жақсылықтарыңыз Алладан сан-есе оралып, Алла сіздерге екі дүнияның жақсылығын нәсіп етсін. Сіздерге көп рахмет.